Референдумға қатысқан адам саны әлеуметтанушылар болжаған көрсеткіштен асып түсті. Алдын ала жүргізілген әлеуметтік зерттеулерге қарап, көрсеткіш 66%-дан асады деп болжанған. Алайда кешкі 10-ға дейін халықтың 70%-ға жуығы таңдау жасады. Нәтиже біздің күткенімізден де асып түсті. Бұл туралы әлеуметтік желіде президент жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының директоры Еркін Тұқымов жазды. Біздің қоғам президентке және оның Қазақстанды өзгерту жолындағы бастамаларына сенеді. Өткен 30 жылдың нәтижесінде талдау жасап, бұған дейінгі қателіктерді қайталамай, елді дамытудың реалистік және биік мақсаттарын белгілей отырып, алға жылжитын уақыт дейді. Дауыс беру кезіндегі халықтың береке бірлігін Қазақстандық қоғамдық даму институтындағы стратегиялық талдау тобының жетекшісі Ләззат Нұрқатова да атап өтті. Әлеуметтанушылардың болжама дәл келді, қоғам пікірі позитивті, өңірлердегі жағдайды жақсы, халық өзінің бірлігін, президент бастамаларына және жақсы өмірге деген сенімін көрсетті. Бұл тек басы ғана. Алда Қазақстан қоғамының саяси, әлеуметтік және рухани өмірінің барлық бағытын ауқымды жұмыстар күтіп тұр делінген.